ұлтымызға, табиғатымызға, болмысымызға сәйкес келмеген, жанаспаған дүниелерден кейінгі ұрпақты алыс ұстау мақсатында осы бір үлкен іс-шара жасап жатырмыз. Мен байқұсты Америкаға шақырып, бір Трамптың қасынан келдік. Трамптың менде не шаруасы бар екенін қайдам, әйтеуір соған дейін барып қайттым. Ана пляждағы суреттерді көріп қалатындар бар, бейт шығып қалады, сол жақындатып көретіндер бар. Қазіргі заманның сен біздің кім екенімізді мына қолдарыңыздағы телефоның айтып береді. Сен тозаққысың деген сөздерді үйреніп алғанбыз қазір. Тозақтың хозяиндары өздері жабады, өздері ашады, қалағанын кіргізеді, қалағанын шығарады. Біздің баталарымыздың өзі қазір TikTok бата ғой. Тышқанды арабша айтшы, мысықты айтшы десем білмеймін дейді. Тышқан мен мышықты білмеген адамға арабша басқа сөзді білгенде саған не пайда? Бірақ мақыр деген сөз жоқ бізде. Аман болдықтарыңызды, саулықтарыңызды көріп, ең бірінші осы елде, осындай жерде, осындай мемлекетте туылғанымызды шүкір етіп, осы әйтеуір елдің бірлігі, халықтың тыныштығы, жастарымыздың тату тәтті өмір сүргені, әрі біздің ата-бабаларымыздан ұрпақтан ұрпаққа жеткен санаулы да сабдарлы дінді дұрыс түсіну, руханиятты дұрыс қабылдау мәселесінде бізге келіп жеткен дүниелерді ары қарай паш ету, біздің кейінгі жастарымыздың бөтен елдің, бөтен жерлердің сөздеріне, бізге ұлтымызға, табиғатымызға, болмысымызға сәйкес келмеген, жанаспаған дүниелерден кейінгі ұрпақты алыс ұстау мақсатында осы бір үлкен іс-шара жасап жатырмыз. Білмеймін, осылай айта бергеннен кейін өздеріңізді көрдіңіздер. Мен байқұсты Америкаға шақырып, бір Трамптың қасынан келдік. Трамптың менде не шаруасы бар екенін қайдам, әйтеуір соған дейін барып қайттым. Сол барлығы президенттер бәрі маған қарайды, мен оларға қараймын, түсінбеймін, бұл не аған адам деп. Маған киімі қарап, бір Монғолияның президенті ме деп ойлады ау деймін. Бірақ енді қазақ екенімді айтып, кішкентай ғана бір өзіміздің ісіміз бар, бірақ қызметіміз бар, бірақ үлкен жүрегі кең Қазақстан деген елден келдім деп айтып, сонымен қол ұстасып сөйтіп қайтқан едім. Енді бұл бізді жаңағы барам деп емес, ол жерге барам десең де барамайды екенсің, бірақ тағдыр солай болды. Бізде әйтеуір қызық қой, әйтеуір кішкене бір нәрсе сөйлесең, мынаның адамысың, Америкаға барып келсең, не дейді, масонсың, Ресейге барып келіп едім, ол жерде қырғызы бар, қазағы бар, бәрі шақырып, ана террористер өртеп жіберген Крокус-Сити холда барып сөйлеп, ФСБ деп айтты, Қазақстанда жүрсең КГБ деп айтады, КНБ дейді, айтыр, сене берер айтыр. Оған үйреніп қалған біз енді. Ода тұрған еш нәрсе жоқ, енді айтады, қалатын шығар. Бірақ негізгі мақсат осы ұлтымызға, жастарымызға дұрыс бағыт берсе екен, біздің мына еліктеушілік, біреудің артынан лесу, бір қайдағы бір сөздерді жаттап алып, соны дін дегенді тек қана соның өресі деп түсіну, тек қана менікі ғана дұрыс деп түсіну, басқа ұлттарды төмен қою, басқа діндерді төмен қою, аяқ астына басу. Кеше Астана қаласында бүкіл дүниежүзілік әлемдік дәстүрлі дін лидерлерінің съезді өтті, сол съезде мен сөз сөйледім. Сол кезде барлық діндерге тиесілі бірнеше негізгі құндылықтар бар. Жалпы адамға тән ол құрметтеу, сыйлау, қабылдау принциптері бар. Яғни біз дұрыс түсіне білуіміз керек. Біреуді төмен басып, мына өзі қазір сол баса бергеннің нәтижесі бізге сондай күйге жетті. Шешені көтеру үшін ананы біз келінді басатын халге жетіппіз. Келінді көтеру үшін еркекті ма біреуді төмен басу керек. Жоқ, екеуін қатар ұстап былай дұрыстап айтуға бола ма, болмай ма? Өйткені бәріміздің жаттап алғанымыз сен абязын, сен міндеттісің дегенді жаттап алғаннан кейін, келін міндетті деген түсінген кезде біз біреуді жаншып, мыжып, соның үстіне шығып тұрып сөйлегенге жақсы көреді екенбіз. Жоқ, ол дұрыс нәрсе емес. Баспай-ақ, ешкімді төмен түсірмей-ақ айтуға болады ғой. Сен тозаққысың деген сөздерді үйреніп алғанбыз қазір. Тозақтың хозяиндары өздері жабады, өздері ашады, қалағанын кіргізеді, қалағанын шығарады. Осы сияқты дүниелер. Ол сенің меншігің емес. Мұхаммед саллаллаху пайғамбар ғажап, барлығымызға түсінікті, кәдімгі тайға таңба басқандай қылып тұрып айтқан. Жер бетіндегі ең жақсы мұсылман, белисанихи ва ядихи, тіліменен, қолыменен біреуге жамандық жасамаған дейді. Ал намаз қайда қалды, ораза қайда қалды, сенің сұмдық жүргенің қайда қалды? Қиянат жасама деп отыр. Құдайға ең жақын адам, ол адамның жүрегі жұмсақ болады депті. Бетінде нұр болады. Адамға деген ортаға сыйымдылық болады. Құдайға жаққан сол болады. Қабағыңды бүйтіп жинап алып тұрып, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям кәпірлердің кәпірі сол дәуірде болған. Аяғы ауыр келіншек кетіп бара жатса, екі еркек сөйлесіп отырады екен. Мынау қыз туа ма, ұл туа ма дейді екен. Әйелді көрсетеді. Әйел қашады.
Сол біреуміз ұл дейміз, біреуміз қыз дейміз. Жүгіріп барамыз да жаңағы әйелді ұстап алып қарын жарып жібереді екен. Сондай халдегі адамдарға Мұхаммед саллаллаху алейхи кіріп алып тұрып, кәпірлер деп айтқан жоқ. Ешақтар деген жоқ, айуандар деген жоқ. Яғни сондай да жаман адамдарды жақсылыққа шақырса, онда біздің қазағың, қара көзің, бауырың саған кім болады онда? Сондай теріс айтқан уағыздардың нәтижесінде әке-шешең саған бүйтсе тыңдама, әке-шешең тыңдама дегеннің сөзінде өзі буыны қатпаған кішкентай ғана жас бала, онсыз да сабақты дұрыс оқи алмай, тәртібі бұзақылықта жүрген бала не болады? Ертең әке-шешесін тыңдамай, одан ары діннен күшейіп, бір нәрсеге теріс жолға түсіп кетсе, кім кінәлі болады? Кім кінәлі болады? Ал енді бізде ондай балалар жеткілікті. Мектепте бір бұзақы бала бар екен, терезені шағат, балаларды ұрат, қыздарды жылатат, столдарды талқандайды. Әйтеуір не керек бұзық бала. Содан директор әкесін шақыртып еді, әкесін көрейікші бұл баланы. Сөйтсе тақия киген молда шатыс біреу кепті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат деп директорға. Бисмилля, мынау әкесі ме деп айтады? Иә. Сенің түрің мынау, баланың түрі мынау бұзақ, бұл қалай десе. Ол баяғыда арақ ішіп жүргенде туылған бала депті ғой. Ол сол кезде туылған бала депті. Қазір енді осылай болып қалдым деген. Оның өзі шынайы болса жақсы ғой, шынайы болса. Баяғыда шынайылықты айна көрсететін. Ескі кітаптарда өзіңнің кім екеніңді білсең, айнаға қара дейді. Айнаға қарағанда точно айтады сенің кім екеніңді. Қазіргі заманның сен біздің кім екенімізді мына қолдарыңыздағы телефонға айтып береді. Өзіңізді білгіңіз келе ма? Мен қандай адаммын? Телефоныңа қара болды. Ішінде не бар? Қандай суреттер бар? Не көресің? Кімді көресің? Ютубта не қарайсың? Болды. Осы нәрсеге сенің полный картинаң суреттемен шыға береді. Ана пляждағы суреттерді көріп қалатындар бар, бит-бит шығып қалады, сол жақындатып көретіндер бар. Бір жақсы нәрсе айтса, ақсақалдар сөйлеп жатса, біреулер бата беріп жатса айтып, фыр өткізіп жібереді, қойшы біздің келе жоқпын деп. Біздің баталарымыздың өзі қазір TikTok бата ғой. Ақсақалдарға бір бата беріңіз. Біздің қазақ халқы бір батаға, бір ұлағатты сөзге бай еледік қой. Қазір шорқақ бата бересің, Құдай бүйтпесін, сөйтпесін, болды, Аллаху акбар бітті. Қайда? Неге мен осыны айтып бастадым? Мына бала туылған кезде құлағына азан айтатын елміз. Азанды молдаға емес, әр әке өз айтсын да. Әйелдер өз айтқыз, сен айтты, осыны сен тудырдың сол, сен айтты. Сол өз айтсын, ол білмейді азанда, білмесе де кітапқа қарап бүйтіп алдына қойып айтса, ода жауапкершілік пайда болады. Мынау менің тұқымым, ертең осы үшін жауаптымын дейді. Біз біреуге жатқызамыз, садикке шешесі апарады, школдағы айғай-шуды шешесі істейді, жиналысқа сол барады, күнделікті сол тексереді, содан кейін барып, ең жақсы болса, содан кейін барып, мен балам ғой дейміз көресіз. Жақсы жері біздікі дейміз. Түрі жаман, қып-қызыл мінезі жынды болса, нағашыдан тартқан дейміз болды. Бізден алыс әулет бөлек. Сол. Ал енді сол жақсылықтарды біздің ұрпақтан ұрпаққа жеткен ең болмаса, мына бата беру, жақсы сөз сөйлеу, мына батырлар жыры, қанша батырлар мен жыраулардың жерінде тұрмыз басып тұрып. Біреуін кейінгі балалар білмей бара жатыр. Қайта біздің бабаларымыздың тарихын кеше Америкадағы Стэнфорд университетінде жазып тұрғанын көріп таң қалдым, білесіздер ме? Міне бізді айдалда біреулер, біз өзіміз менсінбейміз. Демек, бізде әлде болса да мына жастарымызды дұрыс арнаға бұрып, дұрыс тәрбиелейтін мәселелер көп. Одан кейін дінге келдік. Дінге келдік, өттік білмейді. Бір-екі уағыздарды ютубтан тыңдады, тағы бір нәрсені түсініп алды, біреуден бір нәрсе естіп алды. Не болды? Харам, кәпір, мүшрик, ширк, бидағат, тағы да бір үш-төрт сөз жаттап алған болды. Соны айландырып мыжи береді. Болды. Тышқанды арабша айтшы, мысықты айтшы десем білмеймін дейді. Тышқан мен мышықты білмеген адамға арабша басқа сөзді білгенде саған не пайда? Өзіңнің ұлттық ана тілін қазақ, иншааллах деп қазақ айтпай-ақ, Құдай қаласа, бұйырса, нәсіп етсе, жаратып жасаған жазса деген қазақша сөзбен мінәжатын жасай берген ел. Егер ша қаласа, Алла қаласа деген сөз сол. Бірақ біздің қазақ өзінің тіліне сай айтты. Мысалы, Есет Батырды алыңыз. Есет Батыр үйленген кезде, немесе хан, кімді алайық? Тәуке ханды алайын. Тәуке хан Сандық апамызға үйленген кезде, Әбілқайыр Бопайға үйленген кезде, Кенесары Күнімжан анамызға үйленген кезде,
осынша қалыңға осынша дүние берді, осынша атпен барды, бұлай айттырды деп ұрпақтан ұрпаққа жеткен сөз бар. Бірақ мақыр деген сөз жоқ бізде. Жоқ, демек бермеген ба? Кешегі Марал Ишан атамыздың Құранын оқыған Кенесары атамыз сонда шариғатты бұзып мақырды білмеген ба? Жоқ, білген, бізден жақсы білген. Бірақ ол сол кездегі атауы бөлек болып, арабша сөзді қолданбаған олар. Біз арабша сөзді қолдандық та, сонан күшті болып кеткен жеріміз ғана. Демек, біздің өз құндылығымыз үлкеннің алдынан қия кеспе, табалдырыққа тұрма, ырымдар пышақты былай берме деген ырымды сөздердің түбінде ұрпақтың тәрбиесі, балалардың тәрбиесі тұрады. Қазір жастардың жақсы қолданып жүрген чат GPT деген бар. Сол чатқа жазсаңыз, әке-шешенің өмірдегі ең үлкен өкініші не деп жазсаң, чат GPT-дің өзі айтады, ұрпақ тәрбиесінен қалсаң, бәрін жоғалттың дейді. Болды. А не пайда сенің миллион тапқаныңнан, миллиард тауып, орден, медаль тапқаның біреу пайдасы өтпейді. Біз арақ ішіп, арақтың ішінде туылып, арақтың ішінде өмір сүріп, арақтың ішінде өліп қалатын елдерден наркотиктің ішінде туылып, наркотиктің ішінде өмір сүріп, наркотиктің ішінде өлетін Венесуэла, Колумбия сияқты мемлекеттерден асып түсіп, әкемізді өлтірген елге айналдық. Осы ма біздің дініміздің үйреткені? Нөміріңді айт, жалмауыз дегенді бәріміз көрдік. Қайда сол дін, иман, ислам қайда қалды? Дін қайта соны өтпей ма? Тіліңе ие бол деп. Бір сахаба келіп, Құдайға риза болу үшін мен не істейін дегенде, тіліңе ие бол деді. Аузыңнан шыққан, аузыңа кірген нәрсеге ие бол деді. Мына дұғам тез қабыл болу үшін, автоматически болу үшін не істейін дегенде де соны айтты. Аузыңа кірген, аузынан шыққан нәрсеге ие бол деді. Болды. Осы екеуіне ие болсаң, дұғаң өте береді деді. Баяғы аталарымыз жаман нәрсені көрмеді ме? Көрді. Бірақ олар жаманнан жоғары тұрды. Жаманға дәрежесін төмен түсірмеді. Өздерін жоғары санады. Мұхаммед пайғамбардың өзінде қиссада келеді, ит үріпті пайғамбарға. Сөйтсе, ит үрсе, бір мұғжиза көрсетейін деп, керемет көрсетейін деп, итке қарапты да, мен пайғамбармын ғой депті. Сөйтсе, ит айтады, не қылайын, мен итпін депті ғой. Мен жұмысым үру депті. Сен пайғамбарсың ба, басқа адамсың ба, маған бәрібір деген екен.